өте жауапты іс. Сонымен қатар мектеп жасына дейінгі балалардың тәрбиелеу және мектепке дейінгі білім беру туралы сөз болғанда, дәл осы кезеңде адамның жеке басының негізі қаланады. Кішкентай баланы түсіну үшін, оған бір нәрсені үйрету үшін көп нәрсені білу, түсіну қажет. Тәрбиелік функция бұл отбасының маңызды функциясы. Балаларды дамыту процесінде отбасылық тәрбиенің маңыздылығы, отбасы мен мектепке дейінгі мекеменің өзара әрекеттесуінің маңыздылығын анықтайды. Олар ерте балалық шақта баланың жеке басының физикалық, моральдық және интеллектуалдық дамуының негізін қалауға міндетті. Бағдарламаға сәйкес педагогикалық ұжымның тәрбиеленушілердің отбасыларымен өзара іс-қимылының негізгі мақсаты ата-аналар, балалар, педагогтар достастығын құру болып табылады. Онда білім беру қатынастарының барлық қатысушылары бір-біріне әсер етіп, өзін-өзі дамытуға, өзін-өзін жүзеге асыруға және өзін-өзі тәрбиелеуге итермелейді. Жұмыс принциптері, жұмыс бағыттары, жұмыс міндеттері. Тәрбиешілер мен ата-аналардың тәрбие мен оқытудың мақсаттары мен міндеттерін бірыңғай түсіндіру. Педагогтар мен ата-аналар тарапынан балаға көмек, құрмет және сенім. Ата-аналардың құқықтық және педагогикалық мәдениеттерін арттыру бойынша жұмыс. Біздің балабақшада ата-аналар мен олардың педагогикалық білімдерін байыту үшін әртүрлі жұмыс түрлері қолданылады. Ең тиімді және заманауи талаптарға сәйкес келетін тәрбиешілердің арасында балалар, ата-аналар мен тәрбиешілердің бірлескен шығармашылығының әртүрлі формалары қолданылады. Бұл ата-аналарға балабақша қызметіне мақсатты түрде қосылуға, білім беру қатынастарының белсенді субъектісі ретінде әрекет етуге мүмкіндік береді. Ата-аналардың қатысу дәрежесі олардың қалауы мен мүмкіндіктеріне байланысты. Бірлескен шығармашылықтың кең таралған түрлерінің қатарына мыналар жатады. Мастер-класстар, оның барысында ата-аналар балалармен бірге мұғалімнің тапсырмаларын орындайды. Балалар ата-аналармен бірге демалып, ән айтып, би билеп, жарысатын отбасылық кездесулер өткізіледі. Спорттық мерекелер үй жайында және көшеде, бос уақытта, мерекелер, ойын-сауық, еңбек қызметінің әртүрлі түрлері өткізіледі. Айта кету керек, ата-аналар мен білім беру мекемесінің педагогикалық ұжымы арасындағы қарым-қатынас неғұрлым жақсы болса, бала соғұрлым көп қолдау алады және оның балабақшадағы өмірі басқаларға әсер етіп, сүйіспеншілік пен сенімге толы болады. Ал алғашқы әлеуметтік тәжірибе сәтті болады.